ал зергерлік өнері негізінен қашан рауажланған? Деректерде жазылуынша зергерлік бұйымларын ислеп шығару һәм олардың өнерменшілік, сауда орайларында кең тарқалуы 19-20 ғасыр басларына тура келеді. Яғни сол дәуірде һәр бір үлкен ауылдың өз алдына зергері болған. Қарақалпақ зергершілік бұйымларын жинау болса 1930 жыллары төрткүлде шөлкемлестірілген Қарақалпақстан Республикасы тарихи музейі қызметкерлері тарапынан басланған. Зергерлер негізінен қандай бұйымларды істеген дейтін болсаңыз, олар көбінесе аял қызлардың бас киімі, күнделікті тұрмыста, мерекелерде тағатығын безену бұйымларын, балалар үшін тұмарлар, ер адамлардың беліне тағатығын қамар белбеуі, ау құралдарының деталлары, сондай-ақ аттың ер тұрманларын да таярлаған. Бұндай бұйымларды істеуде болса алтын, күміс, бронза, сердолик һәм пирузаға тиісті таслар, сондай-ақ маржан, жыртқыш хайуан, құслардың тырнақ һәм қазық тістерінен пайдаланған.